Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге дәруменге өте бай, пайдалы, жемісті салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге жүзім, алма, киви, банан және йогурт қажет. Ендеше салатты дайындап бастаймыз. Ең алдымен кивидің қабығын аршимыз. Одан соң осындай бөлшектерге бөліп, қатты жерін алып тастаймыз. Одан соң үшбұрыштап турап аламыз. Достар, егер менің видеоларым ұнап жатса, лайк басыңыздар, каналға тіркеліп кетіңіздер. Жаңа видеоларымды алғашқы болып көрулеріңіз үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Одан соң бананды да солай үшбұрыштап турап аламыз. Осындай жемісті салатты балаларыңызға дайындап беріңіздер, өте пайдалы. Күз мезгілінде дәрумендері өте қажет организмімізге. Сондықтан міндетті түрде осы жемісті салатты дайындап көріңіздер. Одан соң алмамызды тураймыз. Оны жақсылап сүйектерін алып, тазалап аламыз. Одан соң алманы да осылай үшбұрыштап турап аламыз. Одан соң жүзімді екі бөліп, сүйектерін алып тастаймыз. Жемістеріміздің барлығын турап алдық. Шұңғылдау ыдысымызды алып, туралған жемістердің барлығын саламыз. Одан соң йогуртты құямыз. Жақсылап араластырамыз. Осындай дәруменге бай, пайдалы, жемісті салатымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын.